Шүйкімдей дене, шүмектей тергем алшына, шул өзеннің үстінен өтті таң шыға, қара жер шетін таба алмай талып келеді, қара жер бетін көрместей болған қаршыға. Қыран құстардың ішінде қаршыға бірде көкте шарықтап, бірде жерді бауырлап, айдың көлде жүзетін епті де оралымды ұшатын құс. Кез келген дыбысты шалатын сақтығы мен қырағылығы тағы бар. Оның бұл қасиеті аспандағы тәңір тағысын қолға үйреткен, ұлтымыздың бекзада өнерін меңгерген нағыз құсбегіге ғана мәлім. Нарын құмын кезіп, аң құс аулап, қиын қыстау кезеңде бір ауылда асыраған Ахмедиярдай сері балаларын бүркіт қырғи, тұрымтай алғи деп атауының төркіні де көне кәсіптің қыр сырында жатқан тәрізді. 46-ның көктемінде шыр етіп дүниеге келген кенже ұлын әкесі ырымдап қаршыға деп атады. Адамның аты оның тағдырына әсер етеді деп халық бекер айтпаса керек. Қанатын қомдап, өнер көгінде самғаған Ахмедиярдың қаршығасы жылдар өте қасиетті қара домбыраның құлағында ойнап, әлемге күйді танытқан хас шебердің өзі болды. Ол қолына алған кез келген домбыраға тіл бітетін. Оның құйын саусақтары қос шекке тигенде сайсала жаңғырып, тіршілік атаулы тына қалатын. Оның сахнаға шығуын халық тағатсыздана күтетін. Талантына әлем жұртшылығы бас иетін. Мұның сыры неде? Қаршыға Ахмедияров домбырамен біте қайнасқан, егіздің сыңарындай жақындығы бар, бүкіл болмысын күй билеген ерекше жан. Анасынан 3 жасында айырылған қаршадай баланың жарымжан көңілі 9 перне 2 шекке жұбанушы еді. Ағасы қырғи жасап берген шағын домбыраның үні аяулы анасының жылы алақанындай, нәзік даусындай көрінетін. Оның сырласы да, мұңдасы да домбыра болатын. Ол бірде сыздап ауыратын, бірде тулап алқынатын жүрегінің бір бөлігінде еді. Бірақ әрине, шекшесіз өскен өмір әр уақытта ол енді белгілі қояды. 3 жаста қалған едім жаутан қағып, жаныма тағдыр солай жара салып. Қанбайды жетім көңіл мейірімі, жатса да қан шөзгелер бағып қағып. Кеш жана ақ үстіңді деп келемін, жүргенде алыс шалғай сен жебедің. Күй болып жүрегімнен төгілетін жанымның, жүрегімнің өрнегедің. Қиыннан қиыстырған бұл шумақтар дәстүрлі ортада өскен бала қаршығаның жан дүниесін ақтарып, бойындағы көп қасиеттің бірін танытады. Әйгілі ақын бала ораздан бастап, небір дүлдүл күйшілер мен бұлбұл әншілер, көмейінен жыр төгілген жыршыларды тыңдап шыңдалған қаршыға сан салалы өнерді санасына сіңіріп, көкейіне түйді. Ат жалын тартып мінгелі, талай жарысқа қатысқан ол, бәйгенің алдын бермейтін мықты шабандоздардың бірі болғанын біреу білсе, біреу білмейді. Әкесінен үйренген зергерлік өнерден де құр алақан емес еді. Ол енді жас кезінде жаңа әкесінің қасына еріп, соны мен көрдім, бір жеңгелердің ертеректе ол кісілер енді нетіп кетті, өмірден өтіп кетті. Содан жаңа сақина соғып, білезік соғып, сол папасының әкесінің қасында жүріп, сол ондай өнері болған. Дәстүрлі ән өнерінің саңлағы Ғарифолла Құрманғалиевті пір тұтқан қаршыға
ұлы әншіге еліктеп, бүкіл репертуарын жатқа шырқайтын. Ауыл тойы қаршығасыз өтпейтін деп есіне алады жерлестері. Ол ана зәурешті айтқанда, кәдімгі майын тамызып, марқұм Қарекеңнен қалыспайым деп сол көтеріп, шырқап сөйтіп келіп тұрып айтатын өнері бар еді. Онысын көп халық біле бермейді енді. Бәлкім тамағы қабынып, даусын жоғалтпаса Қарекең дәстүрлі ән өнерінде ұрпақ сабақтастығын сақтағандар қатарын толықтырар ма еді? Замандастарының айтуынша, әйгілі композитордың әндерін нақышына келтіре алмай жүрген кейінгі толқын әншілерге Ахмедияров ақырын ыңылдап айтып, жөн сілтеген кездері де болыпты. Ұлттық өнерге деген адалдық оның өмірлік ұранына айналып, биік асуларды бағындыруда жігерін еселеп, шабытын оятты. Сондай сәттердің бірі өткен ғасырдың 80-ші жылдарының басында болған ақш сапары. Олжас Сүлейменов бастаған 23 адамнан тұратын делегация құрамында Ермек Серкебаев, Шора Үмбетәлиев сынды сахна майталмандары болды. Келгеннен кейін Ермек ағамның бір сөзі бар еді. Біз бәріміз осы Батыс Европа мәдениетін, дүниежүзілік мәдениетті орындап жүрміз ғой, өз дәрежесі олар. Оны бізді барғаннан кейін білет, таниды, естиді. Мұны домбыраны көріп білмеген Америка халқы қаршығаны қалай қабылдар екен деп барып едік. Келгенде бәрімізден артық жетістікпен оралды. Домбыраны еуропалықтар түсінер деймісің деп, 70 жылда санаға әбден сіңген кеңестік идеологияның бұғауында жүрген әріптестерінің бұл күмәні Біріккен ұлттар ұйымының атынан шақыру қағаз келген сәтте сейілді. Онда екі адамның есімі жазылыпты. Оның бірі Олжас Сүлейменов, екіншісі Қаршыға Ахмедияров еді. Киелі аспаптан шыққан сиқырлы үн қаршығадай шеберге ғана бағынатын. Ал қаршыға әлем жұртшылығын құдіретті күйге бағындыратын. Филиппиннің президенттің әйелі орнынан тұрып келіп, қаршығаның қолын сүйіп, домбырасын қарап, елдер мына екі шектен осындай шығуы мүмкін бе деп. Сосын Жапониядан бізді іздеп келді бір жігіт. Сол Жапонияда тыңдаған екен. Мен сізге айтайын, 2000 жылдан кейін осы үйге көшірдің алдында где-то 2005 пекен 2006-да ма тірі болсам табам деп айтқан екен Қарекеңе. Сол жігіт өзінің жаңағы несімен, камерасымен іздеп келіп, жазып алып кетті. Жапон жігіт. Ақш сапарынан кейін Қарекеңе Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы табыс етілді. Ұлт тарихында бұл атақты домбыра құлағына алғаш байлаған Қаршыға Ахмедияров болды. Артынша Қазақстанға еңбегі сіңген артист атанды. Бұл өнер қыранның құлаш ұрып, шынар биікке шарықтаған кезең еді. Бірақ дәл осы кезең өмірдің күнгейі мен көлеңкесін танытып, хақ пен жаттың ара жігін ажыратты. Өнер деген салада талант жүрген жерде қалып баратқандар таланттың аяғынан тартатыны болады. Ондай біз тіпті қастандық деп айтсақ та болады. Еңбек сіңірген артистке ұсынылғанда, мемлекеттік сыйлыққа ұсынылғанда қасында жүрген адамдар екі домбырасын қатар ұрлағанын білеміз біз. Сол домбыралар табылды кейін. Дарабоздың шаңына тұншыққан әлдегімдер қастандыққа да барды. Әрине кейін естідік, талай бұны ұрыпта кеткен кездері болды. Бұл ана бүйрегінің несіне байланысты бұл солда әсер етті ғой ол. Концерттен кейін қайтып келе жатырғанда ұрпыл 2-3 күн жатып қалып кәдімгі. Сондай кезі болды. Өйткені бүйрегінен соққы беріп. Бұл оңай емес, оның барлығы да. Араға 20 жыл салып, бүйрек сыр бере бастады. Жаңа бүйрек салу керек деген дәрігерлердің кеңесін естіген Қарекең ішінен бұл жалғанмен қош айтысты. Осы кезде кіндік қаны тамған Атырау өңірінің халқы көмекке келді. Сол Иманғали айналайын қасында ол кезде Нұрпейіс Мақашев деген менің қодасым бар, екеуі халыққа хабарлады Атырауда. Осындай елдің азаматы. Мына қызық жағдай, кейбір пенсия алып отқан
жаңағы Кәрима Сахарбаева түсіріп алдыңыздар ғой. Соның шешесі кеше қайтыс болған жақын арада. Сол өзінің 1 айлық пенсиясын маған салыпты, айналайын. Иә, сондай халықтан айналмаспысың, халық қой енді. Мен қарыздармын әр уақытта халқыма. Халқына, қиналғанда қол ұшын берген елдің аптал азаматтарына деген алғысын сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Осы кезде қасиетті қара домбыраға тіл бітті. Аурухананың киіммен шығармайды ғой далаға. Соны жігіттер киім әкеліп беріп, бір күні Қарекең жоқ. Жігіттер алып кетіп, қазір келеміз деп. Соны Қытайда қазақ радиосына 500 күй жаздыру, енді қалай ойлайсыз, ол көп пе, аз ба? Табыну енді болашақтағы күйдің жаңа формасы деп айтуға болады. Онда төкпе де бар, онда шертпе де бар. Сонда үш бөлімнен тұрса, арасында шертпе жүреді. Бұндай Қаршекеңге дейін болмаған. Еліміздің түкпір-түкпірін аралап, халық жадында сақталған баға жетпес қазынаны, бұрын соңды орындалмаған күйлерді, олардың шығу тарихын жазып алатын әдеті де, қолынан келетін игі іспен айналысудың бір жолы еді. Сержан Шакратов, Сағын Жалмышев сынды өз өңірінде танымал мықты күйшілерді үлкен сахнаға шығаруының ар жағында да ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсаты жатыр. Өмір ізденісте болды Қарекең. Осы ең алғашқы Құрманғазы оркестрімен біздер Арқалыққа бардық. Ол кезде Торғай дейді, Торғай облысы. Сонда концерттік сапарға мен бірінші студент болып бардық. Бір концерттен кейін Қарекең түрі өзгеріп кеткен, көзі жайнап кеткен, көзі үлкен еді ғой, нағыз қаршығадай. Өзгеріп кеткен енді қарап атсақ. Қасында бір погон таққан майор бір адам жүр, шошып кетті. Жоқ, ол кәдімгі жүгіріп келді концерттен кейін. Сосын ал мен сендерге бір қызық көрсетейін деді. Отыра қалыңдар, бәрің отырыңдар дейді, гримерныйда кәдімгі шешінетін жерінде. Бәріміз отыра қалдық. Бір столды қойды, біреудің домбырасын алды да берді. Анаға тартыңыз деді. Біз қарап тұрмыз, майор милиция. Қолына домбырасын берді. Бір кезде Динаның көлерін төкті ғой. Тартысқандай, тура Дина деп ойлап қаларсың. Біздер антаңыз. Қарекең мәс, жерден 7 қоян тапқандай ана жерде. Күй анасы Дина шешейдің Тәшкенде жазылған күй табақтары да Сағын Жалмышевтың қолында екенін білген Ахмедияров сол сәтте өзін ең бай адам деп сезінді. Бұл сезімнің төркіні ұлттық өнердің болашағын ойлап, ғасырлар қойнауынан бізге жеткен мұраны жетілдіруде, еселеуде, әлемге танытуда жатыр. Қайран Қаршекең, осындай күйлерді ойнаған, осы жабысы болады, өшен көрсетші. Мұнады бізде батыста бұндай әдістер жоқ. Мысалы, мұна жерде бір қағыстан 2 дыбыс аламын. Тұтуларды үйренеді. Тұтып қалам. Тұтып қалам да. Осындай әдістердің бәрін үйреніп алды. Соның бәрін өзінің күйлерінде жақсы қолданды. Керемет. Мысалы, 6-шы қоспаса, мынадай секіретін жер. Сонда ол кісі өзінің керемет шеберлігіне қарамай, үлкеннен де кішінен де үйреніп, сондай үлкен биікке көтерілді. Қаршыға наз мінезді құс. Көңілі қаласа өрекпіп, ашуы басылмай, бұлқан талқан болады. Ол кісінің көзі жарқылдаған, бет жүзі өзі ашық мінезді адам, ақ жүректі адам. Сосын тез күйіп пісіп қалады мінезі. Күйге қиянат жасалса, оны көтер алмайды. Мына жерде отырып студенттер қате ойнаса, мені шақырып атыр дейді. Келем, мына түк бітірмейді, оқудан шығару керек дейді, түк шықпайды дейді.
Сосын ертең күні тағы шақырып жатыр дейді, келем. Сосын айтам, ағай, осы деканды завкафедра шақыра ма, жоқ әлде завкафедраны декан шақыра ма десем, күліп жібереді де, ай, мынау адам болады екен, бірдеме шығады екен, қалдыршы дейді. Жоқ ағай, болмайды, мен қорқытам, бірден бере қоймаймын, ол кісінің мінезін білем ғой. Біз енді Қаршекеңмен 30 жылдай бірге істегеннен кейін талай мінездерін байқаймыз ғой, есімізге түсіп. Ол кісінің тағы бір ерекше қасиеттерінің бірі мына адам танығыштық. Экзаменде мысалы бір балалар тыңдап отырсақ, сол балалардың болашағы жайлы әңгіме болғанда, мынау анандай болады, мына бала мынадай болады дегені дәл келеді. Меніңше өте сондай бір қасиеті бар, байқағыштық. Мысалы бір бала жақсы домбырашы еді, бұл домбырашы болмайды дейді. Мен айтам, қойыңыз, ол керемет домбырашы болды. Бұл жазушы болып кетеді дейді. Сөйтсек, шынында да ана бала консерватория бітіргеннен кейін үлкен журналист болып кетті. Сахнада отырған күйшіні көрген көпшілік тәкаппар, қатаңдау, паң мінезді жігіт деп ойлайтын. Ал Қарекеңмен етене таныс адамдардың естелігін тыңдасақ, ашық жарқын, әзілқой, мырза жігіт болғанын білеміз. Өте сезімтал, сондай өмірге сол өзінің жүрегімен қарайды, өзінің сезімімен қарайды, өмірді солай қабылдайды. Мысалы, енді екеуміз бір концертте бірге отырғанбыз, сахнада, оперный театрда сахнада. Дінеш айттым сәлем қалам қасты шырқап. Бір вақытта мен ағайға көзім түсіп кетсе, осы көзім жасы тамып тұрып жылап отыр да. Өзім ыңғайсыздан қалдым, сұрауға да ыңғайсыз. Артынан концерттен кейін шыққаннан кейін не болды сізге сонша? Десем, Абайдың музыкасын естісем жылағым келеді дейді. Анасы жоқ балаларды қатты аяйтын. Бәрін үйіне апарып тамақтандырып жүретін. Үйінде артық қалған еттің бәрін осында таситын, оны Нұрбек апа біле ме, білмеймін. Мемлекеттік емтихан дейді, консерватория бітіргенде осы Қаршық ағамызға барып, менің домбырам келіспей жүр, осы домбыра сіздің кәдімгі домбыраңыз тартсып, ойбай, кел, мына алып тарта қой деп кәдімгі өз домбырасын ұсына салатын. Бұл енді кез келген мысалға музыканттың сіз аспабын алып көріңізші. Өнерліні қолдап, одан қолдан келер көмегін аямайтын Қарекең, елден келген күйшілерді, бойында жалыны бар жастарды үйіне ертіп әкелетін. Сондағысы, таң атқанша дәстүрлі музыка жайлы ой толғау, күй шерту. Оның аяғы күй тартысқа жалғасатын. Сол тартыста көңілінен шыққан күйшіге өз домбырасын табыстайтын әдеті тағы бар. Мысалы, біз той-томалаққа барамыз ғой, үйленетін, қыз ұзататын, жаңағы, келін сүретін тойларға барғанда, осы соңғы кезде бір бүйрек салдырып келгеннен кейін міндетті түрде бір домбыра сол жас отауға сыйлау керек. Сонымен енді айтам ғой, Қареке, елдер ойлап қалар, енді домбырадан басқа, енді біреулер ақша апарып атады, біреулер басқа сый тартып атады деп, сонда жоқ. Әр қазақтың үйінде бір домбыра тұру керек. Қарекеңдей күйшінің тек қас шебердің қолынан шыққан аспапты ұстайтынын ескерсек, мұндай сый-сияпаттың қадір қасиетінің қаншалықты зор екенін түсінеміз. Мынау мен көрген Романенко деген домбыра жасайтын шебердің Қаршаның алғашқы домбыраларының бірі. Мынау Ғинолла Исмағұлов деген Құрманғазы оркестрінде жұмыс жасады ол кісі. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі деген атағы болды. Мынаның бәрі пілдің сүйегі. Мынау натуральный перламутр. Осы үкіметтік концерттерге осы домбырамен шығады. Мынау Жақсылық Оспанов деген Қаршаның өмірінің соңғы жылдары бір 20 жылдың үстінде мекен, одан да көп екен даже қолданған домбырасы. 91 жылы әлгі бірінші не болды ғой, дүниежүзі қазақтарының құрылтайы болды ғой. Сол кезде шықты бірінші рет, сол жігіт гран-при алды. Ақ ортадан әкесі әрі ұстазы Ахмедияр Ақсақалдың 1,5 ғасырлық тарихы бар домбырасы орын алған. Бүгін сахна тарланының саусағы тиген бірегей аспаптар иесін жоқтап, үнсіз тұр. Өзінің жоқтауында күймен тартып кетті десек, сөйтіп айтуға болар. Бір жездесі қайтыс болып, ол кезде Қытайда емделіп жүріп бара алмаған болатын. Жалғыз әпкесі бар, Дариға деген, соның жолдасы. Соны өткізіп келуім керек, қалайда деп, ертең күні кететін болып, келіп, Меңдігерей деген күйші болған, бізде Атырауда соның Аманат деген күйін берді. Аманат күйдің аты. Атырауға өзім
шығарып салдым әуежайға өзім алып бардым түнде. Сол ұшып бара жатқан кезде мамаңа қара, сол мамаңның аяғы жерге тимейтіндей жаса деді. Еліне барған соңғы сапарында күй іздемей жүрмейтін Қарекең әйгілі Динамен тартысқан Жаңбырбайдың қоштасу атты күйін табады. Құймағлақ күйші сол мезетте күйді айна қатесіз қайталап орындайды. Күйге еліткен ол осы кезде домбыраны соңғы рет қолына алғанын білмеді. Дәл осы сәтте сахна саңлағының Алматыдағы үйінде сыйға берілген алтын домбыраның бір құлағы үзіліп түсті. Абзал азамат, бір тума күйшінің мәңгілік ғұмыры енді басталды деді қош айтысуға келген көпшілік. Бұл сөздің жаны бар. Мынау Көкіл мектебінің мынау домбыра үйренетін жерінде отырмыз. Бұны тектен-тек айтып отырған жоқпын. Осы мектебіміздің ең алғашқы бірінші ашылған уақытысында осы керемет өнерпаздарымыз Фатима Балғаева бар, Қаршыға Ахмедияров бар. Осында келіп ең бірінші батасын берген балдарға. Міне сол батасы қабыл болып, біздің балдарымыз қазір осы бүкіл әлемді шарлап өнер көрсетіп жүр. Және осы мектеп қабырғасында жүргеннен кейін осы жалпы білім беретін мектепке арналған музыкадан оқулықтар шығарды. Сонда осы бір тарауын осы Қаршыға ағамызға арнадық. Өйткені болашақ ұрпағымыз Қаршығадай күйшіні білу керек. Қаршығадай өнерпазымызды білу керек. Кешегі Қали сияқты, кешегі Жүсіпбек, Манарбек сияқты, кешегі Төлеген сияқты өнерпаздарымызды балдарымыздың бойына сіңіріп, олар білетіндей жағдай жасамасақ, онда біздің мәдениетсіз ар жағында тегіміз жоқ екендігін көрсетеді. Бүгінде Қаршыға Ахмедияровтың ел-елді аралап, тырнақтап жинаған халық күйлері, халық композиторларының күйлері және 150-ден астам өзі шығарған әндері мен күйлерін талантты жастар репертуарларына енгізсе, өнер танушылар 20 ғасырда күй жанрын сақтап, оның өркендеуіне атсалысқан ерен тұлға деп зерделеуде. Дүлдүл күйшінің бай мұрасы нотаға және таспаға түсірілген күйінде сақталған. Осы жерде 2 айда жинадық ау деймін. Содан кейін Америкада қызы бар ғой, скрипкашы, атақты скрипкашы Раушан Ахмедиярова, соған жібердім. Сол жақтан шығаратын болып. Сосын ол бір ретке келтіргеннен кейін оларға енді кейбіреуі жаңағы дискіден алынғаны бар, күй табақтан алынғаны бар, жаңағы репертуарының ішінде бұрын шығып кеткен. Солардың шумын кетіреміз деп мекпен орап қойып жазған ба, қайтадан жазып 4 ай жұмыс істедік. Күйді жібереді ол маған запистен. Мен атын несін жөндеймін. Аты қате кетіп ауысып кетіп жатқанда кездері болды. Сосын ана жазуларды оқиды, міне жердің дұрыс емес деп айтам, электронкаға салады. Сонымен 4 ай екеуміз жинақтап жүріп, артынан тапсырғаннан кейін де бір жылға тарта уақыттың ішінде келді әйтеуір 15 диск. Домбыра тұрғанда Қаршыға да тірі. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбайұлының бұл сөзі Ахмедияров мектебін жалғастырып, талай додаларда бәйге алған шәкірттеріне тікелей қатысы бар. Асылдың тұяғы Қарекеңнің ұл-қыздары да әкесінің ізімен қазақтай өнерлі халықты бүкіл әлемге танытып жүр. Раушан Ахмедиярова әлемнің ең үздік шығармашылық ұжымы Сан-Франциско симфониялық оркестрінде жұмыс істесе, Ерболат Ахмедияров Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының бас дирижері қызметінде әкелері жетпеген асуларды бағындыруда. Бір концертімді тастамайтын. Үйде қаншалықты уақыты тығыз, қолы тимей жатса да, не бір енді қазақтың қонағы бітпейді ғой. Үйде қонақ отырса да,
қонақты шығарып салып, ана баламның ең болмаса спектакльдің аяғына барып қарап келейін деп, осы Алматыда болсын, Астанада болсын, концерттерге қатысуға тырысты. Залда көптің ішінде көзге ыстық басылатын сол бір көрерменнің орнында бүгінде оттай жанған көзі таныс, томпақ бет бүлдіршін көрінеді. Ол әкесінің бірде-бір қойылымын жібермей тамашалайтын Имаш, Иманғали Ахмедияров. Бір арманы бар еді, үлкен бір стадионға 20 000 домбырашыны шығарайық деп. Шығарып, ана әуеден сол 20 000 домбырашыны бірдей сарыарқаны ойнап отқан бір Құрманғазының сарыарқасын бір ойнатсам деп армандайтын. Дүлдүл күйшінің бұл арманы жақында ғана дүйім жұртты дүр сілкіндірген Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған театрландырылған қойылымда орындалды. Күй атасы Құрманғазының сарыарқасын көмбірлеткен 550 домбырашы халықтың ыстық ықыласына бөленді. Демек, ұлттық рухты асқақтатқан Қаршыға Ахмедияровтың ұлы арманы жүзеге асты. Қаршыға шабыттап ұшатын, көш жерді аралап, кейде жүздеген шақырымды оңайлықпен еңсеретін құс. Атына заты сай, төрткіл дүниеге қазақтың қара домбырасын паш еткен заңғар тұлғаның ісін жалғастыру бізге парыз. Аспанда бәлкім бір бейне болып қалады, жүрегін мүмкін жұлдызға соғып жарады. Арманы үшін азапқа түскен осы құс саған да ұқсап, маған да ұқсап барады.